Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әріптестер. Бүгін алғашқы рет облыс орталығында сайланған әкім ретінде өздеріңізбен жүздесіп отырмыз. Сіздерге Семей қаласы бойынша оңайдың қорытындысы бойынша қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. 25 жылдың оңайдың қорытындысы бойынша өнеркәсіп өндірісінің өнімі 308 миллиард теңгені құрады, өсім қарқыны 114,4%. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 112,1 миллиард теңгені құрап отыр, ол 88,9%-ді құрап. Әрине қуантарлық емес, болғанымен жыл соңына дейін уақыт бар. Бұл көрсеткішті де қалпына келтіріп, былтырғы жоспарға жеткізіп асырамыз деген ойдамыз. Облыс әкімі Берік Уәлиұлы өңірге инвестиция тартудың маңыздылығын баса айтқан болатын. Қала бойынша жалпы құны 46,7 миллиард теңгені құрайтын 10 инвестициялық жобаны іске асырудамыз. Бүгінгі күні нәтижесінде 900-ге жуық жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Оның ішінде жалпы ұлттық жобалар пулына енгізілген 4 жоба бар, 15,5 миллиард теңгеге, ал 6 жоба өңірлік жобалар топтамасына енгізілген. Осы жобаларды іске асыру жұмыстары бүгінгі күні жалғасуда. Сонымен қатар 2027 жылға дейін 715-тен астам жұмыс орны құрылмақ. Жалпы сомасы шамамен 18 миллиард теңге құрайтын тағы да 7 инвестициялық жоба құрылысы жүріп жатыр бүгінгі күні. Бөлшек тауар айналымына келетін болсақ, 2025 жылдың есептік кезеңінде 389,8 миллиард теңгені құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда 38,8 миллиард теңгеге өсім бар. Өсу қарқыны 111%. Көтерме сауда айналымының көлемі 2024 жылдың тиісті кезеңіне қарағанда 58,8 миллиард теңгеге өсіп, 277,4 миллиард теңгені құрады. Баспанамен қамтамасыз ету мәселесіне келетін болса, Қарағайлы ықшам ауданында ағымдағы жылдың 1 қарашасында жалпы ауданы 15,952 шаршы метр болатын 9 қабатты 3 тұрғын үй пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін ауданы 11,292 шаршы метр болатын 2 тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланып отыр. Халықтың әлеуметтік осал топтарына 360 жалдамалы пәтер сатып алынып, отбасы банкқа тапсырылады. Оның ішінде 21 пәтер отбасы банкіне бүгінгі күні тапсырылды. Қазір өздеріңіз білесіздер, осы жылдың мамыр айынан бастап жаңағы кезекке қою, реттеу, үй беру мәселелері отбасы банкқа жүктелген. Бұдан бөлек айта кететін болсақ, жыл соңына дейін Абай жастары бағдарламасы аясына жергілікті атқарушы органнан 300 миллион теңге бөлінді, отбасы банктан 300 миллион, сол 600 миллионға қазір 40 жасқа пәтер берілу жоспарланып отыр, осы жылдың аяғына дейін. Smart City жобасы жайлы қысқаша айта кететін болсақ, облыс әкімі Берік Уәлиұлының бастамасымен қаламызда Smart City жаңа тұрғын ауданының құрылысы басталды. Аудан көлемі 1000 гектардан асады. Жоба, өздеріңіз білесіздер, 75.000 адамға арналған тұрғын үйлер салынады деп болашақта жоспарланған. Бұл жерде 40-тан астам нысандар бой көтереді. Енді негізгі нысандардың көпшілігі Абайға құрмет республикалық акциясы аясында ел өңірлерінің қолдауымен іске асырылатын болады. Енді бұл жайлы қай өңір қандай ғимарат салатын өткен жолғы брифингте облыс әкімі Берік Уәлиұлы толық айтып кеткен болатын. Оны қайталанбай-ақ қояйық. Сұрақтарыңыз болып жатса, тізіммен артынан беруге болады. Қала көшелерін жөндеу, жол сапасын арттыру басты мақсаттарымыздың бірі. Өздеріңізге бұл белгілі. Бүгінгі күні қаламыздың, облыс орталығымыздың көшелерінің тең жартысы асфальтталмаған. Осы бағыттағы жұмыстарды ары қарай да жалғастырамыз. Биыл 52 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оның ішінде 36 көшеге алғашқы рет асфальт салынды. Сонымен қатар облыс әкімінің Берік Уәлиұлының тапсырмасымен биыл өздеріңіз білесіздер, қаладағы аспалы көпір және автокөлік көпірінің асфальт жабындылары толығымен алынып, жаңа асфальт төселді және сол жағалаудағы айналма жол жөнделді.
Қарағайлы және энергетик шағын аудандарын Омбы Майқапшығай тас жолымен жалғайтын жаңа көше қазан айында пайдалануға берілді. Жоба аясында жаңағы жерде жаяу жүргіншілер мен веложолдар салынды. Жарық жобасы іске асырылды, жарықтандыру жобасы. 40 аулада бұдан бөлек жұмыстар жасалды. Жаңағы асфальттау жұмыстары, бұл бағыттағы да жұмыстар келесі жылда жалғасатын болады. 2025 жылдың басында 45 автобус сатып алынады деп жоспарланған болатын. Бүгінгі күні 62 автобус сатып алынды, қаладағы маршруттарға енгізіліп қосылып жатыр. Жылдың соңына дейін тағы да 20-дан астам автобус алынады деп жоспарлануда. Ауыз сумен қамтамасыз ету мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары бүгінгі күні жүріп жатыр. Қаламызда өздеріңіз білесіздер, 11 жоба су желілерін қосуға 11 жоба іске асырылып жатыр. Бұдан бөлек 3 жоба жаңағы қайта жаңарту жобасы арқылы жұмыс жасалып жатыр. Бұл жобалар биыл аяқталатын жобалар бар, келесі жылға өтетін жобалар бар, бірақ биылғы жылға қойылған жоспар бойынша барлық жобалар жылдың соңына дейін аяқталатын болады. Қазірде мясокомбинат бағытындағы кәріз коллекторын санациялау әдісімен реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар, ол біраз уақыт бұрын басталған. Жаңағы негізгі канализационный коллекторда енді ол 39 жылғы шамамен салынған, сол ет комбинатымен бірге сол кезде құрылысы болған коллектор бүгінгі күні әбден тозығы шыққан. Қазірде біраз мазамызды алып жатқан жері бар. Ол жерде жұмыстар басталды. Биылғы жылға бөлінген қаражатқа жылдың соңына дейін сол 15%. Ұзындығы жалпы мясокомбинат кәрізінің жаңағы ұзындығы 5,4 шақырымды құрайды. Оның сол 15%-дай жері учаскесі биыл жөнделетін болады. Қалған жерін енді толық қаражат бөліп келесі жылы аяқтаймыз деген жоспарымыз бар. Жылумен қамтамасыз ету, қысқы жылу беру маусымы кезінде жылумен қамтамасыз ету басты міндетіміз болып табылады. Қалада 22 жылу көзі бар, оны өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. 21 қазандық және бірінші жылу электр орталығы. Бұл жерде де биыл біраз жұмыстар жоспарланған болатын. 4,9 миллиард теңге қаражат бөлінді. Негізгі жоспарланған жұмыстардың барлығы толығымен аяқталып жатыр. Бүгінгі күні бізде екі қазандықта жұмыстар жалғасуда. Ол жаңағы РК-1 мен 103-те. Бұл жерде енді негізгі қазандықтар іске қосылып, өздеріңіз біліп отырсыздар, жылу бүгінгі күні беріліп отыр. Ол жаңағы резервтік қазандықтарда, оны да бір 10-15 күн ішінде толығымен жұмыстар аяқталады деп жоспарлануда. Жарықтандыру мәселесіне келетін болсақ, Семей қаласы аумағында өздеріңізге белгілі 1179 көше бар. 1079 көшенің бүгінгі күні жарықтандырылғаны 478. 700-ден астам көше бүгінгі күні мүлде жарық көрмеген. Енді биыл қаражаттың бөлінгеніне қарай біраз көшелер жарықтандырды. Келесі жылда негізі қаражаттың мәселесі шешіліп жатса, оны шешуге тырысамыз. 2-3 жылдың ішінде жарықтандыру мәселені толықтай шешуге тырысамыз. Болғанмен енді өздеріңізде түсініп отырған шығарсыздар, 1179 көшенің 478-інде ғана бүгінгі күні жарық бар. 700-ден астам көше жарықтандырылған жоқ, оны жобаға кіргіземіз. Бұдан бөлек жаңағы өздеріңіз білесіздер, 25 жылдың басынан бастап мемлекеттік жекеменшік әріптестік ГЧП желілері бойынша жұмыс істемейтін 3400 шамның 2400-і ауыстырылды. Ол жерде де әлі енді қаражат мәселесі 1000-ға жуық шамдарын ауыстыру жоспарда бар. Және Мұрат пен Бобровка саяжайларының ең бірінші мәселе, өздеріңіз білесіздер, ол жаңағы электроэнергияның тапшылығы болатын. Ол жақтағы мәселелерді бүгін шешімін тауып жатыр. Жаңағы трансформаторлар толық орнатылды. Мұрат саяжайында бүгінгі күні жаңағы тұрғындарды жарыққа қосу жұмыстары жасалды. Кешегі күнгі маған берілген мәлімет бойынша жаңағы жаңа желіге 102 үй қосылды. Негізі мен өткен жолы
жыл жалпы осы қараша айының 20-сына дейін осы жұмыстарды жарықты жаңағы бастаймыз деп уәде берген болатын. Жұмыстар жалғасып жатыр. Бүгінгі күні жаңағы ЖКХ бөлім басшысы күнде сол жерде. Енді Мұрат саяжайын осы біраз күндерде аяқтасақ, Бобровкада да қосуға бастаймыз. Абаттандыру жұмыстарына келетін болсақ, қала тұрғындары үшін жайлы қауіпсіз орта қалыптастыру мақсатында Семей қаласында биыл 35 аула аумағы абаттандырылды. Енді әрине абаттандырылмаған аулаларымыз көп болғанымен кезең-кезеңмен жасалатын болады. Келесі жылға да біраз жоспарларымыз бар. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасатын болады. Бұдан бөлек айта кететін болсақ, 25 жылдың қазан айында, яғни республика күні қарсаңында Қарағайлы ықшам ауданында жаңа саябақ ашылды. Бүгінде абаттандырылып, ағаш және көшеттер егілді. Болғанымен осы өздеріңіздің әріптестеріңізден де әлеуметтік желілерде сұрақтар туындап жатыр. Жаңағы жарықтандырылмаған деп, о жерде біраз техникалық ақауларға байланысты техника жаңағы құжаттары біраз уақыт алды. Осы 1-2 күн ішінде құжаттардың мәселесі шешіліп, енді нақты өтірік айтпасам, енді 1-10 күн ішінде желтоқсанның 1-іне дейін толық жарыққа қосылады деп айта аламыз. Ары қарай да ол жерде біраз жоспарларымыз бар. Ол жаңағы саябақты ары қарай дамытуға. Одан бөлек Юность ауданында да және саябақтың құрылысы жүріп жатыр. Ол да таяу арада іске қосылатын болады. Қатты тұрмыстық қалдықтар бойынша да бізде сұрақтар көп келіп түседі. Қала шетінде Семей Қайнар автожолының 7 шақырымда орналасқан қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Полигонның ауданы 69 мыңнан астам. Полигон экологиялық бүгінгі күні санитарлық нормаларға сәйкес келмегендіктен жаңа полигон құрылысы жоспарланып отыр. Енді келесі жылы басталады деп құжаттары бәрі дайын. Бүгінгі күні қойылған меморандум аясында жұмыстар басталып жатыр. Келесі жылы бұл полигон толық жаңадан салынады деп жоспарлап отырмыз. Әлеуметтік сала назардан тыс қалған емес, енді өздеріңіз біліп көріп отырған шығарсыздар. Семейде Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры және Кемелді Қадам қоғамдық қорының бірлескен әлеуметтік жобасы аясында Семей қаласында зағип және нашар көретін азаматтарға арналған жаңа арнайы кітапхана ғимараты салынған болатын. 2025 жылдың тамыз айында арнайы кітапхананың ашылуы өтіп пайдалануға ол берілді. Бұдан бөлек енді қысқаша айта кететін болсақ, бұл жерде біздің халықпен кездескенде кандидат ретінде сайлауалды бағдарламамыз аясында да біраз міндеттерді мойнымызға алған болатынбыз. Халықпен кездескенде де бұл бағыттағы да жұмыстар әрине жаңағы жоспарланып бюджетке қарайтын мәселелер болашақта қарастырылатын болады. Болғанымен жаңағы өте көп қалада көтерілген мәселе бүгінгі күні біраз жұмыстар жандандырылып, жаңағы ағаш кесу жұмыстары жалғасып жатыр. Негізінен ең көп көтерілген мәселелердің бірі сол болатын. Одан бөлек жаңағы енді негізінен басым көпшілік ондай сұрақтардың, өтініштердің сырт жақтарынан қаланың жаңағы асфальт емес балшыққа батып жүрген тұрғындарымыз, жерлестеріміз жаңағы тас төсеп, градировка сияқты мәселелерден көмек сұраған. Ол жұмыстарда бүгінгі күні шет жақ аудандарда жалғасын тауып, жұмыстар жалғасып жатыр. Енді қысқаша баяндаманы осымен аяқтайық.